Баршаңызға сәлем. Аса көп ингредиенттерді қажет етпейтін 20 минутта дайындауға болатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың орнына сары майды ерітіп қоссаңыздар болады. 200 грамм ұнымызға 1 қасық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Кейін дайын болған сұйықтығымыздың үстіне 2-ге бөліп саламыз. 2-ге бөліп салып, жақсылап араластырып, қамыр дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Қамырымыздың шетінен аз-аз бөліктен алып, печеньенің формасын жасаймыз. Печеньенің формасын келтіргеннен кейін бетіне қантты себеміз. Егер қаламасаңыздар, қантты сеппесеңіздер де болады. Міне біздің печеньеміз оңай әрі тез дайындалынады, және де аса көп ингредиентті қажет етпейді, және де видеодағыдай қасықтың көмегімен әдемі формаға келтіруге болады. Жасап көруге кеңес беремін. Үйде бар заттармен жасауға болады. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз пісіп дайын болды. Бұл печеньелер біздің үй ішімізге ұнады. Жиі жасап тұрамын. Сіздерге де жиі жасап тұруға кеңес беремін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.